لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Бүгінгі хадисimiz aрақ құмарлығы жайында болмақ. Сахих Муслимде риуаят етілген бір хадисте сахаба Джабир ибн Абдиллах ал-Ансари радияллаху анху былай дейді: Анна раджулан қадима мин Джайшан. Bir kişi Ceyşan деген жерден келген екен. O Ceyşanu minel Yemen. Ceyşan Yemendегі бір жер. Ceyşan деген бұл қала әлі күнге дейін бар. Yemen мемлекетінде Ceyşan Mudiriyası деген атаумен белгілі. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم. Келген жеріндегі халық ішетін ішімдік жайында сұрайды. Mina zurrati, ол ішімдік жүгеріден өндіріледі екен. Yuqalu lahu al-mizru. Оны мизру деп атайды екен. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям одан: Ава мускирун хуа. Ол мас қыла ма деп сұрайды. Qala na'am. Я деп жауап береді әлгі адам. Алла елшісі сөзін ары қарай былай жалғастырады. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Kullu muskirin haramun. Mас ететін барлық нәрсе харам. Inna alallahi azza wa jalla ahdan. Шынында Алла тағаланың уәдесі бар. Liman yashrabul muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Кім мас ететін ішімдік ішсе, оған қиямет күні тинатул хабал деген нәрсені ішкізетініне уәде еткен дейді. Қолу, сонда пайғамбарымыздың айналасындағы сахабалар: Я Расулаллах, ва ма тинатул хабал? Ва Расулаллах, тинатул хабал деген не деп сұрайды. Қола, арақу әхлин нар, ау усарату әхлин нар. Тозақтағылардан аққан тер, немесе тозақтағылардан сығылып шыққан сығынды деп түсіндірме береді. Садақа Расулуллах фима қал ау кама қал. Аталмыш хадиске аз-маз түсіндірме берер болсақ, ислам дінінде ішімдік ішу ауыр күнә. Өйткені ішімдіктің қоғамға, отбасыға, жеке басқа келтіретін зардаптың қаншалықты екені айтпаса да белгілі. Құран кәрімде шарапты ритсун, яғни лас нәрсе, және мин амали шайтан, шайтанның ісі деп анықтама берген. Ішімдік ішу сонау көне заманнан бері келе жатыр. Бұл әдетті ислам діні келіп, харам етіп тыйды. Шарап ішу харам екендігін білдірген аят түсе салысымен, сахабалар үйлерінде сақталып тұрған бүкіл шараптарын көшеге төкті. Осылайша мұсылмандар шарап ішуден түбегейлі тыйылды. 20 ғасырдың бас кезінде Американың өзі араққа заңмен тыйым салғаны тарихта бар, бірақ ол заң айтарлықтай нәтиже бермеді. Қанша ақша бөлініп, қанша күш сарп етсе де, ұзақ уақыт күрессе де еш нәтиже шықпады. Ақыр соңында пәленбай жылдан кейін амал жоқ, сол заңның күшін жоюға тура келді. Тарихта бір ауыз сөзбен ішімдікті тоқтатқан бір ғана жүйе бар, ол жүйе ислам. Тәпсіршілердің айтысына қарағанда, арақты да Құран бірдестен тыймаған. Баста мас бола тұра намазға жақындамаңдар деп бұйырып келсе, сосын ішімдіктің пайдасы да, зияны да бар, бірақ зияны көбірек деген аят түсті. Содан кейін ең соңында мүлдем рисун мин амали шайтан деп мүлдем харам етті. Енді арақтан туындайтын зардап шаш етектен, ол бәрімізге белгілі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисінде барлық жамандықтың басы ішімдік деген. Арақ ішкен адам өзімен қоса айналасындағы адамдарға да зиян тигізеді. Отбасын бұзады,
айналасындағы адамдарды бақытсыздыққа душар етеді, өзі бақытсыздыққа ұшырайды. Уақыт өте келе маскүнем атанып, дос-жарандарға, туған-туыстарға қадірсіз болады, қадірі қашады. Әрбірден соң кім көрінген ұрып кетеді, соғып кетеді. Осылайша адами қасиетінен, адами болмысынан қолдап ажырайды. Осы дүниедегі тозағы аздай, о дүниеде жаратушы оны ауыр азапқа салады екен. Пайғамбарымыз басқа бір хадисінде арақ құмар пейішке кірмейді деген. Жоғарыдағы риуаятта да айтылғандай, тозақ отына арақ құмар адам тозақ отына күйіп, шетіні тозақтағы адамдардан шыққан сығынды, қан, ірің, зәр, Алла тағала маскүнемге сол нәрселерді ішкізеді екен. Ислам діні ішімдіктің екі дүниеде де опа жегізбейтінін ескеріп, ішу былай тұрсын, оны сатудан да, тіпті ішімдікті тасып, оны біреуге алып келуден де тыйған. Әрбірден соң ішімдік қойылған дастарханның өзіне отыруға рұқсат жоқ исламда. Міне осының бәрі ішімдік құрғырдың қаншалықты ауыр күнә екенін көрсетеді. Сол себепті әлгі ішімдікке құмартып жүрген қандастарымыз болса, қазірден ол әдетінен арылып, Аллаға бет бұрып, тура жолға түскені дұрыс болады. Өйткені жан алқымына келгенге дейін адамның тәубесі қабыл болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арақ ішкіштер жайында айтылған басқа бір хадисте, егерде тәубе етілмей өлсе деп шарт қосқан. Бұл дегеніміз, ішімдік ішсе де, бірақ кейін ол ішімдік ішу әдетінен арылып, Аллаға тәубе етіп, кешірім сұрап, тура жолға түссе де, Алла тағала оны кешіріп, қиямет күні азабынан аман сақтап қалады деген үміт бар екен. Сол себептен тәубе етуге ұмтылған дұрыс болады. Және жоғарыда айтылған хадисте Алла елшісі бізге бір қағида үйретіп отыр. Ол қағида барлық мас ететін нәрселер харам деген қағида. Мейлі ол пива болсын, мейлі наркотик болсын, мейлі анаша болсын, мас ететін, адам миын аталай етіп мас ететін барлық нәрсе харам екен. Бұнымен қатар ол ішімдіктің қандай жемістен жасалғаны да маңызды емес, қандай жидектен жасалғаны да маңызды емес. Мас етуші қасиеті бар ма? Болды, ол харам. Мейлі жүгеріден, мейлі бидайдан жасалған болсын, мейлі арпадан жасалған болсын, бәрібір. Алла тағала баршамызды өзінің тура жолынан айырмасын, адасып жүргендерге тауфиқ, хидаятын беріп, тура жолына бастасын. Арақ ішіп, ішімдікке салынып жүрген қандастарымыздың жүрегіне иман нұрын ұялатып, сол бір жаман әдетін тастауын нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.